Менің құрметті гүлсегіш достарым, мынау енді сіздерге қазір замякулькс гүлін қалай егіп, қалай өсіріп жатқанымды мен көрсеткім келеді. Мынау енді замякулькстің бір кішкентай картошкасын алып, мен осы горшокке ектім де, міне салафанменен бүйтіп үстінен жаптым. Мынау енді міне 3 жапырақ болып өсіп тұр. Енді бұл пока отырады осы горшокте. Бұл замякулькстің уходы ешқандай долларовый дейді ғой, долларовый. Ешқандай қиындығы жоқ. Топырағы сухой болып құрғағанша пока өзі сонда отыра береді. Себебі картошкасына жинайды суды да, сол арқылы бұл қоректенеді. Енді бұл пока отырады осы горшокте. Так, мынау горшогы кішкентай. Мынау замякульксым тоже уже горшогы кішкентай болып қалды, бірақ өсіп жатыр. Енді мынау да сондай міне. Мына замякульксым. Енді осы горшокты қазір мына үлкен горшокке отырғызып, мына замякульксті мынаған ауыстырғым келіп отыр. Горшогын сәл-пәл үлкен қойып, бірінен бірі ауыстыра береміз ғой. Енді бұл мынандай универсальный готовый грунт деген, осы для всех видов овощных, зеленых, цветочных культур и рассады дейді. Осы универсальный жаңағы топыраққа, грунтқа егеміз. Сұрақ қойып жатып, универсальный грунтқа топырақ қосасыз ба деп. Мен оған ешқандай топырақ қоспаймын. Сол өзіне егем грунттың. Мынау енді қазір егетін горшогымыз, мынадан кішкене үлкен, может кішкене чуть үлкен болар, бұдан да, бірақ енді қазір басқа горшок таба алмай тұрмын. Бұл да бір орын ауыстырған гүлдің горшогі. Так, бірінші мен былай пенопластты салам да, қалтқы. Қалтқыны не үшін саламыз? Қалтқыны астына су жиналады. Көп гүлдеріміз жаңағы айтып жатады, тамыр шіріп кетеді, өліп жатыр деп. Ол өлу себебі жаңағы түбіне жиналады да, тамыры шіріп кетеді. Сол себептен мына су жиналады ғой түбіне, сол себептен тамыры шіріп кетеді. Сол себептен біздер мына қалтқыны саламыз. Дренаж дейді. Енді дренаж ол ақша тұрады, біршама ақша тұрады, оған да қаражат керек. Сол себептен мына строительный пенопласты қалтқы енді ол любой жерден табуға болады. Үйлерде бар. Қазір техникадан да келіп жатыр. Телевизор сатып аласыз, жаңағы центр сатып аласыз. Соның бәрінің ішінде қалтқы ғой қазір. Қалтқысын мен соның бәрін жинап жүрем. Қалтқының бәрін алып жинап жүрем. Сол қалтқыны міне гүлдің астына жіберем осылай. Мынаның астында өзінің тесігі бар. Тесігі бар. Так, гүлімізді егіп бастайық. Топырағын салып алайын. Бұл енді замякулькс долларовый гүл дейді. Ел аузында айтылып жүрген долларовый гүл. Жапырағы өте қалың. Үйдің сәнін келтіріп тұратын, оттегіні бөліп тұратын, өте жақсы сондай гүл. Сіздерге просто өзім қалай істейтінімді мен көрсетейін деп жатқан. Путем перевалки дейді. Путем перевалки бұл жаңа былай аламыз да. Так, міне қандай керемет. Бұның астында да пенопласт бар, мен қозғамайын. Міне тамыры уже шығып, астына көрініп жатыр. Көрдіңіз бе? Значит, горшогыде бұған тарылып жатқан болу керек. Енді тап осы күйінде, міне тап осы күйінде еге саламыз. Осылай. Тап осы күйінде еге саламыз. Ештеңесін қозғамай. Бісмиллах. Бір істі бастап. Ой, жуынып алдым ана. А-ну-ка, иди. Тап осы күйінде міне өйстіп замякулькс гүлін егіп тастаймыз. Бұл өте жақсы гүл. Мән болып, үлкен болып, дәу болып өсе береді. Топырағы құрғағанша бұған су құймаймыз, себебі астындағы картобына өзі суды тартып алады. Өзі тартып алады да, соны бірнеше күн қори кетеді. Бұл сондай гүл. Кішкене уплотнить етіп жабайық. Міне гүлсегіш достарым, осылай замякулькс гүлін егіп қоямыз. Бұның топырағы әлі дымқыл, тап қазір су құюдың қажеті жоқ. Енді осы құрғағанша пока
тұрады, сосын суарамыз. Міне Замякулькс көлі. Қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Заман тыныш болсын, еліміз тыныш, аман болайық. Сау болыңыздар.